Сәлем достар, бүгін сіздермен пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Үйіңізде таракан көп пе? Қаншама әдісті қолдансаңыз да тараканнан құтыла алмадыңыз ба? Ендеше қуана беріңіз. Бүгін сізбен бір аптада тараканнан құтылатын керемет пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Құрметті тыңдарман, қазақ тілді арнамыздың дамуына өз үлесіңізді қосып, маған тіркеліп қоңыраушаны баса кетсеңіз. Мені тыңдайтын оқырмандарымның 97%-ы маған тіркелмей тыңдайды екен. Сондықтан қоңыраушаны басып, маған жазылып алыңыз. Бізге керегі картоп, қант, жұмыртқа, борная кислота және қолғап керек. Жұмыртқа мен картопты суға қайнатып аламыз, сосын сыртқы қабығын аршып, жұмыртқаның ақ уызын алып, тек қана ішіндегі сары уызын пайдаланатын боламыз. Осындай құралдың көмегімен жұмыртқаның сары уызынан және картоптан езбе дайындайтын боламыз. Дайындап алған езбемізге енді қоспаларды қосатын боламыз. Мен қанттың орнына қант ұнтағын қостым. Ең соңында осы удың негізгі бөлшегі болып табылатын борная кислотаны қосамыз. Дәл осы әдіспен бұрында жасағанмын, бір апта ішінде бүкіл үйдегі таракандардан құтылған болатынмын. Жақсырақ өнім беруі үшін барлық қоспаларды бір-бірімен толықтай араластырамыз. Толықтай араластырып болғаннан кейін ғана біз оларды кішкентай бөліктерге бөлетін боламыз. Енді осы бөліктерді баланың көзіне түспейтін таракандардың жүретін жолдарына орналастыратын боламыз. Жасаған бөліктеріміз біраз күнде қатып қалуы мүмкін, бірақ еш уайымдамаңыз, ол қатып қалса да өзінің күшін 1-2 айға дейін жоймайды.